Тіркелу пакеттері. Бізде 5 пакет бар: предстарт, начальный, бизнес, элит, максимум пакет. Бізде ең бірінші табыс көзі рекрутинг бонус, реферальный бонус. Ең бірінші бір кісіні шақырасыз, ол кісі өнім алды, реклама жасаған үшін компания сізге моментально рекрутинг бонусты сіздің пакетке байланысты төлейді. Міне предстартта тұрсаңыз, сіз 15% аласыз. Егер пакетіңіз начальный болса 20%, бизнес пакетте тұрсаңыз 25%, элит болсаңыз 30%, қараңыздар, максимум пакет, максимально 30%. Мен осы уақытқа дейін рекрутинг бонус 10%, 20% алып көрдім. Бірақ бірінші рет New Wave компаниясында 30% дегенді бірінші рет көріп тұрмын, и мен алып жатырмын. Қазіргі таңда менің пакетім максимум пакет. Мен бір адам тіркесем болды, маған сразу компания моментально 30% төлейді, мен оны моментально шешіп аламын. Енді келесі командный бонус бинар деп айтады. Екі жақ теңескеннен өздеріңіз білесіздер, или білмесеңіздер айтып жіберейін. Міне екі жақ теңескен кезде былай. Мына жерден мысалы 100 балл, мына жерден 100 балл. Бір аптада жасасаңыз, осының процентін аласыз, 100 баллдың. Егер сіз пакетіңіз предстарт болса, сіз 5% аласыз. Пакетіңіз начальный болса 10%, бизнес пакет болса 15%, элит пакет болса 15%, и максимально бұл жерде максимум пакетте 20%. Мен осы уақытқа дейін 5, 10, 12% бинар дегенді көремін. Бірақ 20% деген мен бірінші рет көріп тұрмын. Қазіргі таңда мен 20% командный бонус алып жатырмын, Аллаға шүкір. Енді матчинг бонус. Предстарт пен начальныйда матчинг бонус жоқ. Матчинг бонусты кейбір компанияда чека деп айтады. Біздің компанияда именно бизнес пакеттен басталады. Сіз бір адамды шақырдыңыз ба, бірінші линияңызда тұрған адам қандай табысқа шығады, сол кісінің табысынан сізге 15% компания төлейді. Мен оны қарапайым тілмен за наставничество, ұстаз болған үшін деп айтамын. То есть бізге сеніп бір партнер келді, сол кісіні үйреткен үшін компания сол кісінің чегінен сізге 15% төлейді. Ал егер сіздің пакетіңіз элит болса, онда сіз 3 линиядан ала аласыз. Яғни бірінші тұрған адамнан 15%, екінші тұрғаннан 10%, ол кісінің шақырған адамдарынан, смотрите, 5% түседі. Это представьте себе, сіз бір адам шақырасыз, ол мына жерде уже 2 адам болады, 2 адам. Ал 2 адам мына жерде 4 адам болады. Сонда 4 адамнан 5% көрдіңіздер ма? Это бір линияны есептеген кезде. Даже мысалы, егер мысалы бинар кейде болады, түспей қалады, аптасына да теңеспей қалады, болады ондай ситуация. Бір веткаңыз өсіп кетеді да. Сонда компания сізге бір веткадан да ақша төлей береді. Матчинг бонус. Өте керемет. Енді маған матчинг бонус қатты ұнады, себебі максимум пакетте чека 7 уровеньнен төленеді. Бірінші адамнан 15%, екінші адамнан 10%, қалған 3, 4, 5, 6, 7. Это представьте себе глубина, именно матчинг бонус. Мына жерде именно 4-5 глубинада адам өте көп болады, и сол жерде компания сізге 5% төлейді. Қандай керемет. Келесі төртінші табыс көзі бізде накопительный бонус. Аптасына бинардан сіз 150 000 теңге тауып бастаған кезде компания накопительный бонус жинақтап береді. Күндердің күнінде ол 3 500 000 теңге болған кезде компания сізге официально үлкен событияда сахнада вручать етеді, одан кейін счетыңызға салып береді. Қандай керемет дүние. Шын айтсам, неше компания жасадым, бірақ осындай 3 500 000 жинап береді дегенді лично өзім бірінші рет естіп жатырмын. И осы біздің жоғары жетекшілеріміздің уже екі спонсорымды көрдім, осы 3 500 000 уже бір емес, 3 рет алыпты. Представьте себе, бір жылдың ішінде New Wave компаниясында 3 500 000, бұл жерде енді лимит жоқ, жиналды ма ала бересіз. Жинақтап ақшаларыңызды жинап машина аласыз ба, или ремонт жасайсыз ба, енді өзіңіз білесіз. 3 500 000 компания береді. Дальше бесінші табыс көзі бізде кэшбэк. Кэшбэк 10% от дохода дейді. Яғни сіз бинар табасыз ба, рекрутинг бонус аласыз ба, матчинг бонус аласыз ба, сіздің доходыңыздан компания әрдайым сізге кэшбэк 10% жинап береді. Кэшбэк. Кейін бұл ақша жиналған кезде шетінен алып 10% Каспийден, 90% кэшбэктен төлеп, сіз тегін продукция аласыз. Қандай керемет күшті. Одан кейін бізде барлық бизнесте өзіңіз білесіздер, статусный бонус деген болады, карьерный рост деген болады, сол сияқты бізде де статусный бонус бар. Бізде менеджер 1, 2, 3, 4, 5 жұлдызға дейін. Ол жерде компания брендовый киімдер береді, кепка, футболка, худи, и менеджер 5-те керемет брендовый рюкзак. Мен сол рюкзакты алдым, сапасы өте жоғары, керемет, маған ұнады. Енді келесі статус супервайзер 1, 2, 3, 4, 5 жұлдызға дейін бар. Ол жерде фотосессия, видеосессия, там планшет, сағат. Бірақ қазіргі таңда компания халықтың сұранысы бойынша өздеріңіз сатып алыңыздар деп счетқа ақшаны салып беретін болды. Ақшалай түседі супервайзерде. Ана жолы мысалы фотосессия үшін 45 000 теңге алды. Одан кейін директор 1, 2, 3, 4, 5 жұлдызға дейін. Ол жерде өте күшті подаркілер болады. Ақшалай түрі алам десеңіз ақшалай, подаркілер болса подаркілер береді компания. Келесі статустар бізде амбассадор, вице-президент, президент. Бұл жерде керемет путешествие на двоих бар, одан кейін машина, керемет автомобиль. Енді жетінші түрлі табыс көзі бізде лидерский пул деп аталады. Ол 3 айда бір рет түседі. Ол қалай түседі? Сіз амбассадор статусына жеткен кезде компания сізге мировой товарообороттан 1% төлейді. Келесі статус вице-президент болған кезде 2% долясын төлейді. Одан кейін президент статусына жеткен кезде 3% долясын береді. Осындай 7 түрлі табыс көзін біздің New Wave компаниясы ұсынып жатыр.